Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз ашытылған қамырдан самса жасайтын боламыз. Описаниеге керек заттарын жазып қоямын. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды міндетті түрде және де жылы сүтімізді құйып, бір қасық тұзымызды салып, бір қасық дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бір шетке қойып қоямыз. Бөлек ыдысқа ұнымызды, 2 жұмыртқа, ертілген сары май және де сұйық майымызды құйып араластырамыз. Осылай араластырып аламыз және де жаңа дайындап қойған жылы суымыз бен сүтімізді үстіне құямыз. Қамыр илейтін боламыз. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Және де қамырымызды орташа етіп илейміз. Міне осылай илеп аламыз. Иленген қамырды пищевая пеленкамен жауып, жылы жерге 30 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтеріліп, әдемі болып шығады. Және де осылай қамырларымызды бөлікке бөліп дайындап аламыз. Мен начинкасына майдалап турап ет қостым. Пияз, картоп салдым және де татымына қарай тұз бен бұрыш салдым. Сіздер фаршты қолдансаңыздар да болады. Осылай жайып аламыз, дөңгелетіп. Қатты жұқа қылудың қажеті жоқ. Табаға пищевая пеленканы төседім. Егер сіздер пищевая пеленка төсемейтін болсаңыздар, табамызды кішкене майлаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте дәмді болады. Менде осы рецепт бойынша 35 дана самса шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де комментарияға бөлісуді ұмытпаңыздар. Міне дайындап алдық. Бетіне міндетті түрде жұмыртқаның сарысын жағуымыз қажет. Мен бетіне күнжіт септім. Сіздерге қалауларыңызша мак сепсеңіздер болады. Немесе күнжіт себіңіздер. «180 градуста қызып тұрған пеште 30 минутта пісіріп аламыз. Міне самсамыз пісіп дайын болды. Арасы осылай болып шығады. Жасап көріңіздер және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.